Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге шиеден жасалатын және де табада тез жасалатын өте дәмді бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды табамызға саламыз, және кішкене тұз саламыз, жарты шай қасығы. Сосын 3,5 қасық шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Сосын үстінен айранымызды, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып болғаннан соң, жарты стакан манная крупаны салып, жақсылап араластырамыз. Оны 25 минутқа бөлек алып қоямыз. 25 минут өткеннен соң 1 стакан ұнымызды алып, үстінен шай қасығы қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, осындай қойлықта болу керек қамырымыз. Енді қамырымыздың үстіне салатын жемісімізбен айналысамыз. Менде осындай шиенің ортасындағы сүйегін осылай турбочканың көмегімен алып тастадым. Мінекей қазір дайын, ортасына сүйектері алынды. Енді қамырдың үстіне қоятын боламын. Ең алдымен біз табамызды жақсылап майлап аламыз. Табамыздың астына мен пергамент қағазын төседім. Және де қамырымызды құйып, оны біраз сілкілейміз, біркелкі жайылу үшін. Енді шиемізді үстіне жайғастырып шығамыз. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қандай жемісті қойсаңыздар болады. Менде шие, сол үшін мен шиені қойып шықтым. Құлпынай қойсаңыздар да болады, бүлдірген қойсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Ішіміздің қақпағын жауып, баяу отта пісіруге апарамыз. Мінекей біздің бәлішіміз көтерілді. 30 минуттай, 25-30 минуттай уақыт кетті. Енді бәлішіміздің келесі бетін пісіретін боламыз. Ол үшін бізге пергамент қағазы қажет болады. Оны бетіне төсеп алып, келесі бетін аударып аламыз. Өте дәмді, иісі керемет болып піскен, өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді келесі бетін пісіреміз. Мінекей достар, біздің келесі бетіміз де пісті. Тақтайшаның көмегімен келесі бетін аударып алдық. Енді қазір кесіп көрсетемін. Міне біздің бәлішіміз дайын, шиеден жасалған табада піскен бәлішіміз дайын. Өте дәмді, жұмсақ, иісі керемет болып пісетін бәлішті жасап көрсеңіздер болады. Әсіресе балалар өте жақсы көреді. Жаз уақыттарында әрқандай жеміс жидектермен осындай табада жасап берсеңіздер болады. Достар, егер сіздерге видео ұнап жатса, мен каналыма тіркеліп, менің каналымды қолдай кетіңіздер. Комментарий қалдырып, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Мен келесі видеомды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатты болыңыздар.